Кеңес үкіметінде адам ғана емес, әндер де сотталған. Қазақтың қаймақтарымен бірге рухы да, бітім болмысы да, көзін ашып көкірегін оятатын туындылары да тапталғанын білесіз бе? Ұлттық бояу аңқыған 100-ден аса әндер мен ноталарды, үздік әдеби шығармаларды қазақы аккордтарды соттап жіберді КСРО. 1986 жылғы көтерілістен кейін Кремль басшыларының үрейін ұшырған туындыларымызға да солай тыйым салынған болатын. Мәңгі тұрардай көрінген алпауыт одақтың мызғымас билігін шайқаған қаян. Айзада Оразалы айтады. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Бейресми әнұран, жұртшылық жиылған жерде тік тұрып шырқайтын туынды. Атақты Атамекен әнінің шыққанына тұп-тура 53 жыл. Еліне сыйлаған Ескендір Хасанғалиев. Атақты әнші һәм композиторға шырайлы шабыт бітіріп, бұл әуез төгіліп түскен көрінеді. Папам негізі ән жазған кезде, оның әуелі ойында жүреді. Бір мотив, мелодия. Одан кейін ол инструментке отырады, и соны бір сағаттың ішінде жазып жібереді. Атамекен дәл солай тез туған мелодия. Жазған кезде ойлаған, бұл әннен бірдеме шығады, бірақ нақты бұл қазақ халқының екінші ән ұраны сияқты болады деп әрине ойламаған. Көпшілік көңілінен ойып тұрып орын алған ән о баста Оралға арналуы тиіс екен. Сазгер осылайша өскен өлкөге деген сағынышы мен махаббатын жеткізбекші болыпты. Сөйтіп сөзін жазбаққа Қадыр Мырзалиге қолқа салған. Алайда ерекше әуендесті белжіреген ақын тұтас қазаққа жететін жыр жазуды жөн көріпті. Қарайды, оқып, бәрі жақсы екен, бірақ мұнан ішінде орал туралы бірау сөз жоқ қой деп сөйлейді. Сол кезде Қадыр ағамыз айтады, бұл әнді бүкіл қазақ халқы айтатын болады. Мен тек оралдың несімен шектеліп қалған жоқпын деп. Сөйтіп Атамекен әні осылайша екі шығармашыл тұлғаның бірлескен жұмысының нәтижесінде өмірге келді. Осылайша қос мықтың қаламынан туған туынды алғашқы жылдың өзінде-ақ талай жүректі тербеткен. Әсіресе жат елдегі қандастар жанардан ыстық жасын сорғалатып, сағынышын басқан екен. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінде де жастар жабылып шырқап жігерін жанған. Сол үшін үрейленген кеңес үкіметі 4 жыл бойы айтуға тыйым салыпты. Бұл әнді эфир барлық жағынан алып тастану керек. Бұл ән орындалмау керек. Сондай репрессия ұшырған ән. Тек осы біздің декларациямыз республика күні аталып жатыр ғой. Сол уақыттан бері ғана бұл ән қайтадан жаңғырып, ең сүйікті патриоттық әндердің бірі. Жасыл жайлау, Көкелем, көкелем, көкелемде, көбге айман, көкелем. Маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсен Атамекен, Көкейінде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Ой, бәрекелді, рахмет. Көрермен, көрдіңіздер ғой, бұл әуенді естігенде әнші болсын, болмасын, әу демейтін қазақ жоқ. Әншейін тұра алмайсың, ерін мен езі тіпті өзі еріксіз іліп алып кететіндей. Туындының құдіреті де осы болар. Бір кешімде, осы 2003 жылдары осы Атамекенмен бітіргенбіз. Залда бір атмосфера деген өзгереді Атамекенді айтқан. Көрермендердің бәрі орнынан тұрып кетеді, кәдімгі гимн десе, кәдімгі нағыз гимн. Адамды баурайтын, ондай патриоттық әндер бізге керек. Әнді ол бір идеологияның бір құралы. Расымен шыққанына ширек ғасыр болса да, ағайынның Атамекенге деген ықыласы ыстық. Әр мереке жиын онсыз аталмайтыны өз алдына Астананың төрінде арнайы бағдаршам бар. Жаяу жүргіншілер мен жүргізушілер күн сайын есті әуенге елтіп, еліне деген сүйіспеншілігін суғарып өтеді. Айзада Оразалы, Асқат Мұқан, Еуразия бірінші арнасы.